Қайырлы күн, құрметті халайық. Бір азаматты іздеп жүрдім, таппай қалдым. Ғани Райымбеков деген. Біздің Ордабасы ауданынан Түркістан облысының мәслихат депутаты болған. Енді қазірде депутат қой. Өткен жолы Фейсбук желісіне өзімнің істеп жатқан жобамды, ауылдың істеп жатқан бір жақсы игі жобасын салып, сол Ғани ағаны белгілеген тұғын. Құдай қаласа осындай іске бір жомарттық танытарсыз деп, азаматтың қандай азамат екені сондай кезде бір мырзалық көрсеткен кезде мәлім болады, қол ашық па, ашық емес па дегендей. Ғани аға, осы видеоны көріп жатсаңыз, ешқандай көмегіңіз, қаражатыңыз қажет емес, айналайын. Бір тиын да керек емес. Телефонды алсаңыз, мүмкін мына елдің мәселесін көтеріп, мына халықты өзіңізге бір кездесуге апарып жатқан шығармын. Телефонды алмайсыз. Не болып қалды екен, не жағдай болды деп ойламайсыздар ма сонда? Әлде тек ана жерге жұмсақ креслоға отырып алсаңыздар болды ма? Құдай сақтасын, осы сіздер туралы бір ақпарат біреу шығаратын болса, соны алдырып тастау үшін сіздер миллиондап, 2 миллиондап бересіздер да? Ондай жоқ қой, бізде ондай қасиет жоқ. Шантаж жасау, ана істеген жұмысыңыздың артын барып түсіріп алып, мына жер мынандай екен, ана жер анандай екен. Давай деген нәрсе жоқ. Мына игі іс болған екен. Кішкене әйтеуір апталдай азаматсыз ғой, облыста отырған. Аудандық мәслихат депутатыңыз болдыңыз. Сол кезден білеміз өзіңізді. Енді осындай істе басыңызды бұғып, ойбай деп ала қашқаныңыз жарамады негізі да. Мүмкін менің ойым дұрыс емес шығар, бірақ мен іштегенімді айтып жатырмын мен сізге. Қатты тиер, қатты тимес. Бұл енді менің ойым. Мүмкін мен дұрыс емес ойлап тұрған шығармын. Мүмкін сізге бір жағдай болып қалған шығар, бәлкім. Білмеймін енді. Бірақ мен айтарым, қажет емес, айналайын. Өзіміз бітіреміз, өзіміз. Құдайға шүкір, ел бар, жұрт бар. Өзіміз бітіреміз. Енді мен сіздердегі басты орынға қойған себебім, өздеріңіз мына билік басындағы азаматтар болған екен, ауданның әкімі Азат мырза бар, облыстық мәслихат депутаты Ғани Райымбеков деп өздеріңізді белгілеп, сол жерден белгілеген жайым бар. Қажет емес, үйтіп бермей ақ қойыңыздар. Жаланып, қашып, телефонды алмай, олай жоқ болып кетудің қажет жоқ. Құдайға шүкір, өзіміз бітіреміз. Бітірген кезде көресіздер. WhatsApp-ымда жазам, WhatsApp-тан хабарласпайды. Вообще қашты ғой. Сол жалпы жағдай. Осындай көреміз, алдағы уақытта қалай жұмыс жасайды осы депутаттардың ше. Осы уақытқа дейін мен проблемаларымды звондап, мынаны көтеріп беріңізші, мынаны шешіп беріңізші, үйтіп беріңізші деп айтпағам. Ну, енді көрейік сіздерді. Қалай жұмыс жасайтындарыңызды. Сіздерді ауылға шақыру керек, сіздер осы сайланатын кезде ауылға келдіңіздер ғой, ауылға келдіңіздер, елді мекенге келдіңіздер шалғайдағы. Вот сол шалғайдағы елді мекенге келіп, халықтың мұны естіңіз енді.